Егер қалқанша бездің қызметі төмендесе, ер азаматтың тестостероны төмендейді. Білесіздер, тестостерон бөлінеді таңғы 4-5-те. Ер азамат әйел адамға қарағанда ерте тұру керек. Яғни осы аралықта тұру керек, чтобы тестостероны мен 5-те ма? 4-5-терде? 5 күн атқан кезде. Таң атқан кезде. Біздің қазіргі осы соңғы 20-30 жылдағы үлкен қайғы, енді мен күнде приемда отырам, жасөспірімдерді көрем. 20-25 жастағы жігіттердің тестостерондары 50 жастағы жігіттерден төмен. Неге? Ең басты себеп түнде ұйықтамау. Таңғы 3-4-5-ке дейін телефон. Все, таңертең тестостерон тұра алмайды, жоқ тестостерон. А тестостероны жоқ ер азамат, ол таңертең энергия, ол қалқанша без қосылған жоқ, не ішеді? Энергетикалық напиток ішеді. Қазір көресіздер ма? Әрбір жігіттің қолында энергетикалық напитоктық. А напитоктың ішінде қант көп. Тестостерон бар ма ода? Жоқ, ода алдамшы қант көп. Таурин көп. Ол кішкене бір драйв, жаңағы дофамин береді. Ол алдамшы дофамин. Бірақ қаназдық біздің қазақ халқында қазір өте көп қаназдық. А қаназдық болған жерде, гипотиреоз болған жерде міндетті түрде жалқаулық. Жалқаулық деген ол просто тұруға шамасы жоқ, энергиясы жоқ. И біздің қазіргі уақыттағы ең басты мәселе ол түнде ұйықтамау.